Ассалаумағалейкум. Назарларыңызда аманат жобасы. Ертізеден қан кешіп, ат ауыздықпен су ішкен аласапыран кезеңде қалың елдің қам үшін атқа қонған бас сардар Амангелді Үдербайұлы жайлы бүгінгі шығарылымда баян етсек. Амангелді Үдербайұлы Иманов 1873-1919 жылдары өмір сүрген ұлт-азаттық көтерілістің бас сардары. Бұрынғы Торғай уезі Қайдауыл болысының 3-ші ауылында теріс бұтақта кедей шаруа отбасында дүниеге келген руы Бегімбет. Кенесары Қасымовтың үзеңгілес серігі Иман Батыр Дулатұлының немересі. Әкесі Үдербай шаруа баққан момын кісі болған. Шешесі Қалампыр Қақу қызы медресе бітірген білімді кісі. Амангелдінің өзі де әуелі ауыл молдасынан 2 жыл тәлім алып, кейін Тасыбай, Ташмағамбет Ишандардың медресесіне оқуға түсті. Медреседе 4 жыл білім алған ол, түрік, парсы, араб тілдерін меңгерген. Әкесі Үдербай дүниеден ерте озып, Амангелді 7 жасында жетім қалған. Жетімдіктің тауқыметін көріп, өзінің бала кезінен мынау байларға, жалшылыққа, жұмысқа жіберді. Сөйтіп ол бала кезінен әділетсіздіктің, мынау сол кездегі заманның патша үкіметінің тұсындағы әділетсіздіктерді көріп өседі. Сондықтан ол өзі кішкене ер жетіп жұмыс жасап жүріп, мынау Байқоңы көмір кентінде ұста болып жұмыс жасайды. Осы ұста болып жұмыс жасап жүрген кезінде 26 жасынан бастап ол мынау алғашқы 1905-6 жылдағы революцияларға қатысады. Онда қатысқанда жаңағы орыс жұмысшыларменен бірге жұмыс жасағаннан кейін кезіндегі мына патша үкіметінің әділетсіздігі, тағы басқа саяси мәселелермен оның көзі ашыла бастайды. Ел ішіндегі дау-шараға ерте араласқан Амангелді Үдербайұлы Ресей империясының жергілікті билеушілерінің қудалауына ұшырап, сенімсіз адам ретінде 1896-1911 жылдар аралығында бірнеше рет абақтыға қамалған еді. Бұның өзі болашақ қолбастар батырды болаттай шыңдап, бағыт-бағдарын анықтауға ықпалын тигізген болатын. 1916 жыл 25 маусым армияның қара жұмысына Түркістан өлкесінің және ішінара Сібірдің 19-дан 43 жасқа дейінгі ер азаматтарын шақыру жөніндегі патша жарлығы қалың бұқараның ызасын тудырды. Шілденің басында Қазақ даласында көп кешікпей қарулы көтеріліске айналған стихиялық бас көтерулер басталды. Ол біртіндеп ұйымдасқан сипат алды. Торғай мен Жетісуда Иманов, Жангелдин, Бокин, Әшекеев, Саурықов басшылық еткен көтерілістің ірі ошақтары пайда болды. Міне, Амангелді батырдың ұйымдастырушылық және қолбасшылық таланты да осы сәтте айқын аңғарылды. Алдыменен елдің наразылығы бұрқ ете қалғанда Амангелді мынау Дулығал мешітінен өзінің жанындағы азғандай тобыменен біз патша үкіметінің барып әскері болып шетелмен соғысқанша өзіміз сақтаймыз деген солардың алғашқы қозғалысы, болмаса алғашқы ұшқыны. Міне осыны пайдаланған халық жан-жақтан ел ағалар басқалары жиналып, халықтың топтасуын, олардың бәрінің бір жерге жиналуын және ол жиналған халыққа керекті жағдайларды жасау жөнінде үлкен фәтуа жұмыстар болған. Қалың ел көтеріліске бел шеше кіріседі. Дүркін жиналып, ел атқамінерлері қиыннан қиыстырудың ретін іздеп шарқырады. Сондықтан да бұрынғы хандық жүйені қалыпқа келтіруге бәтуаласады. Ол уәделескен үйі, мынау Қоғалыкөл деген жерде Бүркіттің Мұхамеджан деген кісі болған, Ақташының биі. Сол кісіге осы жетірудің жақсы жайсаңдар жиналған. Сол жерде отырып, ақылдасып, осылай шешім қабылдаған. Содан шешім қабылдағаннан кейін енді бұны басқаратын адам керек, басшы керек дегенде жаңа осы жердегі ұрылардың ең үлкені Тілеулі деген болады. Тілеулінің 9 әйелі болған, соның ең үлкені Нияз руынан шыққан, Нияз хан болған адам, ертеде батыр болған адам. Тілеулі деген кешегі жоңғар соғысында Шақшақ Жанбектермен бірге соғысқан. Соның үлкені Жанбосының Әбдіғапар болсын деп шешкен басшысы. Ал енді оның әскер басы сарбазы Амангелді. Ол да Тілеулінің ең кіші баласының бірі, екеуі ағайын, бір атаның балалары ғой. Әбдіғапар Жанбосұлы мен Амангелді Үдербайұлы
Қостанай, Ақтөбе, Ырғыз, Атбасар, Перов сынды қалаларға өз өкілдерін жіберіп, жұмысшы шаруаларды патша үкіметіне қарсы күреске шақырады. Қатыгез қанауға ұшырап, жерінен айырылған қазақ кедейлері елім деген ерлердің отрядына лек-легімен келіп қосылып жатты. 1916 жылдың қазан айында тек Торғай мен Ырғыз уездерінде ғана 20 шақты отряд бой түзеді. Сөйтіп Амангелдінің 1916 жылы көтерілісті ұйымдастыру кезінде оның қол астына 50 мың сарбаз жиналды. Бұл сол кездегі есеп бойынша аз жағдай емес, сондай халықты жинап алу. Бұл Амангелдінің басшы, ұйымдастырушы қабілетін көрсетеді. Жалпы Амангелді Имановтың бейнесіне әр кездердегі кезеңдерде тоқталатын болсақ, мысалға патша үкіметі кезінде Амангелді Имановты күдікті, сенімсіз адам деген баға берген болса, кеңес үкіметінің кезінде оны революционер деп таныды. Сындарлы шақта егеулі найза қолға алған бас сардар Амангелді Иманов отрядтарға қатаң тәртіп енгізді. Көтерілісшілерді қару-жарақтарды оңтайлы қолдана білуге, сондай-ақ соғыс өнеріне машықтандырды. 50 мыңдай адам жиналса, 50 мыңдай адамның ішінен таңдап соғысуға жарайтын, қару ұстауға келетін, өз қаруымен атыменен осы соғысқа қатыса алады деген адамдардан іріктеп 20 мыңдай адамды іріктеп алғанда 20 мың адамды әрқайсысын мыңнан 20 мың басыға бөліп берген. Ал енді жаңағы 50 мыңнан қалған адамдарды әлгі кісілердің фәтуасыменен кейінге қайырған. Сендер біз жауменен соғысып жатқанда елді қорғау керек. Және бұл соғыс бір айдың ішінде бітпейді. Сондықтан елдегі халықты әрі қорғау керек, әрі оны асырау керек, әрі армияны асырау керек. Сондықтан сендер көпшілігін елді қорғауға қаласын деп көпшіліктерін қайтадан қайырып, әр қайсысына өздеріне жеке-жеке басшылар белгілеген, әр ауыл өздеріне белгілеген. Осылайша қалың топ әскерді тамақпен және киім-кешекпен, керек жарақпен қамтамасыз етуді бойындарына алады. Бұның өзі көтерілісшілерге зор көмек еді. Артта қалғандарды бір құдайға аманаттап, негізгі топ жаным арымның садағасы деп аттанып кетеді. Алғашқы Амангелді көтеріліс ұйымдастырды деген Торғай уезіне хабар барады. Хабар барғаннан кейін Қостанайдан отряд шығарған. Сосын Қостанайдан отряд шығарғаннан кейін бұған не істейміз деп ханның кеңесін жасап, сонда Әбдіғапардың іші Жағыпар деген болған, мыңбасы. Әбдіғапардың туғанымыз. Сосын Өмен деген Амангелдінің інісі, сол екеуінің күйік қопасы дейді. Мына қайғының тұсында қайғы бұрын Қостанай комсомолы. Бұрыннан Асан қайғының болған жері қайғы деп сол Асан қайғының атына қойылған. Сол жерде күйік қопасынан отрядты күтеді ғой. Соны ол Қостанайдан келе жатқан отрядты көріп, алдында бір шворатты бастаушы бар екен. Соны кейкі атып түсіреді. Жағына. Қаперсіз келе жатқан солдаттар қопаның арасынан жандай мылтық мергендер бар жандарында кейкі бастаған. Атқаннан кейін олар беті қайтып қалып, өздері абдырап қалады. Сол кезде күн кешкеріп, күллі әскерін мергендерін алып, олар доғалға келеді. Амангелді бастап, кейкі қостаған аз ғана отряд ең алғашқы қақтығысты осылай бастап кеткен еді. Көтеріліс сардарбегі Амангелді Иманов ұрыс жүргізудің өзіндік тактикасын қолданды. Мергендерден ерекше жасақтар құрып, оларды шағыл құмдардың арасына орналастырады. Жазалау отрядының коммуникациялық жолына тез қимылдайтын атты әскер жіберіп отырды. Жазалаушылар Торғай көтерілісшілерінің әскери сап құратынын, колоннамен лек-лек болып жүріп, тынығу барысында тосқауыл қойып, 25 шақырымнан астам жерге шолғыншы жіберіп отыратынын байқап білді. Бұның өзі Амангелдінің әскербасылық қабілетін танытатындай. Амангелдінің соғысты жүргізу жөнінде, қорғану жөніндегі іс жоспарларыменен келісе отырып, армияны барлаушы топ, алдыңғы топ, қорғаушы топ, сосын негізгі топ деп осылай топтарға бөлді. Амангелдінің сарбаздарына екі бірдей жаумен алысуға тура келді. Екі бірдей жаумен бетпе-бет кездесті. Ел ішінде патша үкіметімен ауыз жаласқан бай-шонжарлар жасырын түрде қатерін төндіріп, аянып қалған жоқ. Атқамінерлердің арасында жік тудыруға, сарбаздарды бағытынан бұлжытуға барлық әрекетін істеп бақты. Бірақ бұның бәрі ол іске ұжымдаса кіріскендердің сағын сындырып, жігерін мұқат алмады. Қайта жауға деген кегін қайната түсті. Ашу ызаға булыққан халық толқынын ешқандай күш
бөгей алмайтынын көрсетті. Өйткені ер егесте шынығып, сесті батырлар болаттай суырылып жатты. Амангелді Үдербайұлы Шошқалы, Күйік қопаларындағы шайқастарға 15 000 сарбазбен Торғай қаласын қоршауға да подполковник Тургеневтің жарақты үлкен жасағына қарсы 1917 жылы ақпанның 21-23-дегі Құмкешу Доғал үрпектегі соңғы айқасқа да тікелей басшылық жасады. Көтеріліс Ресейдегі ақпан төңкерісіне жалғасты. Ақпатша тақтан тайды. Амангелді 1918 жылы наурыздың 21 мен сәуірдің 2 аралығында Орынборда өткен Торғай кеңестерінің тұңғыш съезіне қатысып, Әліби Жангелдиннің демеуімен Торғай уезінің әскери комиссары болып тағайындалады. Осы тұста бір атаның балалары Әбдіғапар мен Амангелдінің достығына да селкеу түскен екен дейді ел аузындағы әңгіме. Әбдіғапар бір мәселені шешкенде Амангелді жоқ болып, енді Амангелді жоқ болса да мәселені шешіп жүрген ғой, енді бір келіспейтін мәселе. Соны Амангелді естіп жетіп келмей ме? Мен жоқта ондай мәселені неге шешесің деген сияқты қатаң әңгімелер айтқан. Солай айтады да қылышын суырып алған. Енді ашу келіп қалған ғой. Әбдіғапарға қылышын суырып алып, таяп, менсіз неге шешесің деген сияқты. Солай енді қолы жұмсай алмайды, шығып тартып отырау. Солай енді шамалы 1-2 сағаттан кейін оралып келіп, Әбдіғапардан кешірім сұрайтын көрінеді. Аға, сен жарсың ғой, мен саған секіретін лақпын ғой. Мен қателік жасадым, кешір деп, сол өзінің мінезінің тез қайтымдығыменен кешірім сұрайды. Ер шекіспей бекіспейді десек те, бұл оқиғадан кейін де екі ел арасының орталарын араздықтың ызғары шарпып өтеді. Ол оқиға былайша бастау алған екен деседі ескінің көздері. Бегімбет, Сары, Тоқпан, Нияз, сосын Таңат, 5-еу қызылыспайды екен, туыс екен. Солар қызылыспайды, туыс екен, сөйтіп. Амангелді мына теріс бұтақ Бегімбеттің ала көлінде отырады, сосын Әбдіғапар көгөлеңде отырады. Екеуі бір аға, бір іні болып жүреді екен. Бір аға, бір іні болып, сондай сыйласып жүреді екен. Жүргенде бір күні Сарторғайда Әбдіғапардың қарауында төлектер болады. Төлектер тәуір атасы Жәуке, Нәшер атасы Елібаш. Сол Жәукелер шөп шапқанда Елібашқа жер бермей, Елібаш шөпсіз қапты. Шөпсіз қалып барар жер басар тау қалмаған ел атқамінерлері арызданып Амангелді батырдың алдына келген екен дейді. Шағымның мән жайын ұққан шапшаң мінез батыр сөзге келместен Әбдіғапар қайдасың деп тартып отырады. Содан Әбдіғапар бір байдың үйіне келіп, ол мал сойып еті қайнап жатқанда батыр келеді, әлгі кісімен әйдік ұрсысады. Әбдіғапармен ұрсысады. Неге мынаған жер бермейсің, бұл қалай күн өлчет деп. Ұрсыса дұрысқасын апырмай мынаған түр жаман екен деп, Әбдіғапар атына мініп кетіп қалады. Содан былай қарай біреу аға, біреу іні болып жүрген екеуі араз болады. Бұл кездерде Амангелді большевиктермен, оның ішінде Әліби Жангелдинмен байланысты күшейтіп, большевиктер партиясының идеясымен қарулана түсті. Уақытша үкімет кезіндегі алашордашыларға қарсы күрес жүргізді. Бұқара халыққа пролетарлық революцияның маңызын түсіндірді. Қазан революциясының алғашқы күндерінен ақ Амангелді бұрынғы көтерілісшілерден Қызыл партизандар отрядын құрып, кеңес үкіметін қорғау және нығайту күресіне белсене араласты. 1918 жылы шілдеде кеңес қызметкерлерінің бір тобын басқарып, Торғай уезіне ауылдық және облыстық кеңестердің сайлауын өткізді. Азамат соғыс жылдарында Әліби Жангелдинмен бірге Қазақстанда тұңғыш ұлттық Қызыл әскер бөлімдерін ұйымдастырады. Колчак әскерінің тылындағы партизандарға көмек қолын созды. 1918 жылы қарашада Амангелді және Әліби Жангелдин басқарған отряд ақ гвардияшылардан Торғай қаласын азат етті. Шығыс майданда Колчак армиясының шабуылға шығуына байланысты алашордашылар Торғайда төңкеріс жасап,
Амангелдіні қолға түсірді. Бұның басы қасында Міржақып Дулатовтың өзі болатын. 28 жылы Міржақып Дулатов тұтқынға түскенде, оның әлгі тергеу құжаттарында жауап алу протоколы бар. Сонда өзі осы оқиға жөнінде түсініктеме бергенде Міржақып, енді түсінікті ғой ол 28 жыл қалай тергеу жүргізілген. Сонда ол өзі айтады, мына Алаш әскерлері мен кеңес әскерлері бірге тұрды Торғайда. Мына кеңес үкіметі орнатылғанмен Торғайда ресми түрде. Ол түсінікті де, енді кеңес әскерлері де, мына Алаш әскерлері де сол бір ауылдың қазақтары ғой ол кезде. Ол кезде қарапайым халық кімнің дос, кімнің жау екенін ұғып та жарытпады. Амангелдінің өліміне байланысты мұрағаттан алынған Міржақып Дулатовтың өз қолымен жазған түсініктемесі бар. Онда Міржақып былай дейді. Амангелдінің үйінде күдікті адам жатыр деген соң бардық. Ол Таран деген партизан екен. Сөйтіп Амангелдіні де әкеліп қамақ қойдық. Біраз қазақтар большевиктердің сөзіне еріп, Торғайға соғысуға келе жатыр деген хабар жетті. Содан қазақтарға түсіндіріп айтып, қайтарып жіберейін деген мақсатпен Алашорданың біраз жігітін ертіп, өзім бастап бардым. Қаланың сыртына шығып, қазақтарға бәрін түсіндіріп, қару-жарағын тапсыртқызып, қан төгіссіз бәрін ауылға таратып жібердім. Ал қайтып келсем, қалада қалған жас жігіттер Амангелдіні өлтіріп тастапты. Тарлан тарих қаншама құпияны қойнына тұншықтырып, бүгінге дейін көп жайттердің ақ қарасы жетпей қалды. Амангелдінің өліміне қатысты тағы да бір мынадай ел аузындағы әңгімелер бар. Оқиға бұлай өрбіген деседі. Жауларын көре алмай, бұны қалай құртамыз дегенде қонаққа шақырып әңгімелесіп, содан кетіп бара жатқанда құртайық деп ойлаған ғой. Содан қонаққа Атабайдың сүйені Базарком Торғайдың айдық. Сол үйге шақыртып, қонақта болып, кетіп бара жатқанда манағы. Ал жет жігіт қылшырмен бұғарық салып сүйретіп арқаммен өлтіріп. Манағы жігіттерге көмдіртіп атпен бір жерде ол күні табылған ғой. Мүмкін, бәрі де мүмкін. Кейінгі кезде батырдың құпия өліміне байланысты нақты есімде аталып жүр. Бұл 18 жастағы 2-ші полктың вахмейстері Сисекеевтің жаңағы мойнына қыл арқан салып, атқа сүйретіп, жаңағы өлтіргендігі жайында айтылады. Енді осы мәселелердің барлығы әрине әлі де зерттеу талап ететін мәселелер қатарында. Дегенмен жаңа басында айтып кеттім, әдебиет саласында да, тарих саласында да зерттеуші қатары көп болғанымен, әрине материалдар да жеткіліксіз, бірақ Амангелдіге қатысты осы мәселелердің басы әлі де ашылмай жүр. Осы кезде назар аудартатын тағы бір жайт. 1919 жылы Кәкімбек Төкеұлы бастаған 17 партизанды ақ гвардияшылар Торғайдың маңындағы бүгінде партизан сай деп аталынатын жерде айуандықпен өлтіргені белгілі. Осы тұрғысында Ұлт-азаттық көтерілісіне қатысушыларды түрмеден шығарып, жазалау үшін осы біз тұрған партизан сайы деп аталатын жерге алып келеді. Осы арада алып келгенде олардың көбінің қолы байлаулы. Ал екі адамның қолы кісендеулі, темірмен. Сонда Омардың тынымымен Кәкімбекке айтады, ал Кәкімбек, сен енді кішкене бізден жасырақсың, сен осы тірден құтылудың амалын қара. Біз енді ешқандай босанымыз, біздің қолымыз кісендеулі. Ал қалғандардың қолы арқанмен байлаулы болған. Сонда құтылатын жағын қара дейді. Сол кезде арпалыс басталады, бұлар атып, қылышпен шауып, өлтіре бастайды. Сол кезде жаңағы Бекжанов Әбайділда деген өзі ағайын екі жігіт болатын, Жанділда, Әбайділда. Жанділда сол 17 адаммен бірге мәңгілікке тыныстап жатыр. Әбайділда қашып құтылады. Сайдың мойын жағалап өзенге беріп кетеді, жақын Торғай өзеніне құяды, осы сай. Содан таң атқанша атыс басталып, жұрттың аяғы саябырлаған кезде қамыстың арасынан шығып құтылады. Әбайділда Бекжанов сол жаңағы жазалаудан құтылғаннан кейін Батпаққа көтерілісі біз тарихтан білетін 1929 жыл болды. Соған қатысады. Соған қатыстың деп қызылдар онда атып тастайды. Сөйтіп есіл азаттық үшін, бостандық үшін жанын пида етті. Сөйтіп 1919 жылы 19 мамырда Амангелді Үдербайұлы Иманов Торғайда өлтірілгеннен кейін 17 көтеріліс қатысушысы азаптап, айуандықпен, қылышпен шапқылап өлтірілген партизан сайына алып келіп, оның да мәйітін Амангелдінің мәйітіне келіп тастаған деседі.
Амангелді Имановтың өлімін естігеннен кейін кезіндегі үзеңгілес серігі Әбжан Құндызбайұлы батырдың немерелес ағасы Көшімбек биге қазаны естіртіп көңіл айтқан екен. Көшеке, олай десең тыңда мені, кез келдік бір апатқа болмас емі. Пәленің екі көзі жоқ деген ғой, түбінде анықталар артық кемі. Қақ жарып қаратасты шыққан шынар, күн бопты тау басынан сынып құлар. Хас жақсы жаман атқа қайрат қылар, хас жаман ойбай салып зарлап жылар. Дұшпанға алдаспанын мың білеген, халқының бостандығын шын тілеген, ер сардар Амангелді өлді деген бір сұмдық хабар алдық әйгілеген. Ұшыпты кеудесінен шыбын жаны, белгісіз қайда жатыр асыл тәні. Торғайдың қаласына төгіліпті, дем бітіп, дәм таусылып қызылғаны. Тұнжырап тұтылғандай алтын күнім, қынжылып қиналғандай шықпайды үнім. Сұрқия бұл хабарды естірткенше кесіліп қалмады ғой қызыл тілім. Мән жайды баяндадым өзің айыр, бұл хабар жаңсақ емес анық зайыр. Топырағы торқа болсын ер сардардың, тілеймін болса екен деп артық айыр деп естірткен екен атамыз. Амангелдінің Ақмолда деген жақын жолдасының бірі Азалы шаңыраққа көңіл айтуға келгенде, Бейбішатты әжей ол кісіден келіндеріңе жыр жазып бер деп өтінген көрінеді. Сол жоқтау жыр да ауыздан ауызға тарап бүгінге дейін ұмытылмай сақталған екен. Бір пайғамбар редеріс, басыма түсті қиын іс, басыма қиын іс түстау, тартынбай сөйлеп отыз түс. Жел соққасын құлады, ұялы терек биік жар, желіден кетту шешіліп, жел бидалы қуанар. Бісміллә сөздің үлгісі, жібектен бекен сөлгісі. Осындай болар бір кісі 45-тен өткізбей, ілгері жасқа жеткізбей. Достары қалдау күйіні, дұшпандары сүйіні. Арман менен алғанай, артында зарлап қалғанай. Білмегенді білдірген, қолма оймақ ілдірген. Қанауыз көйлек кигізген, жылжымай жорға мінгізген. Қанауыз түгіл бөз қайда, бір ауыз жақсы сөз қайда. Рамазан мен шәріпте, 11 менен 7-де, әуедегі көп жұлдыз, ем болат деушет қара тұз. Рәш пенен күләшті, атанып қалдау жетім қыз. Ақын досы пайғамбар, аяулыма жолдас бол. Молда Оспан, Сары Омар, мағрұптан шыққан күн, мәшрух барып батар ма? Бауыры шұбар бұл арыстан, жолда жалғыз жатар ма? 34-те апамдай 16-да қалдым жас, ағайын келді, біз көрдік, аяулым қашан жолғар. Ат байладым белдеуге, кір жаямын желдеуге, қияметі жан жолдас, айналдың ғой келмеуге. Ауыр қазаны естіп, абдырап қалған Көшімбек би есін жия келе, батырдың өліміне кінәлілерді іздеп, жан-жаққа сұрау салып, Торғай маңындағы арғынның игі жақсыларына хабарласады. Арғындар тарапы, біз білмейміз, неде болса өз ішіңнен ізде деп жауап қатады. Бұлары Әбдіғапарды меңзегенді кет. Әрине, бұл да алдын ала әзірленген жауап болуы ықтимал. Әйткенмен Көшімбек Әбдіғапардан ердің құнын даулайды. Сонда Әбдіғапар мен емес өлтірген. Соңымнан ер Қоныкерді көрсетейін деген. Оңаша сөйлескенде Нияздар Әбдіғапарға көп болса 1 жылғы малдың төлі құнын бер деп үгіттейді. Әбдіғапар әңгіменің құн алумен емес, оның басын алумен тынатынын айтады. Не керек? Солдауда Әбдіғапар құн төлеуге келсіп, ертоқыммен үстіне қара мылтық салынған бір қара ат белгіге береді. Бұл үкім үрпекте кесілген. Көшімбек кейін сен жай мал алғың келіп жүр деген ағайындарына бұлай депті. Сендер мені малға қызықты деп кінәлеп едіңдер. Енді мен мал алмаймын. Әбдіғапардың мойнына қалшылбырды салып бердім. Енді кек алуды ойластырыңдар деген екен. Сөйтіп Амангелді Имановтың өлімін естігеннен кейін дала комиссары Әлібей Жангелдин Торғайға келеді. Торғайда кеңес үкімет орнап, Торғай уездік атқару комитетінің төрағасы болып, Сейтқасым Көшімбеков сайланған. Ол Амангелдінің өліміне байланысты тексеріс жұмыстарын жүргізетін комиссия құрады. Міне осы комиссияның шешімімен Амангелдінің өліміне қатысты деген ұйғарыммен Қыпшақ ханы Әбдіғапар Жанбосынов пен Алмасов Омар ұсталынып,
ату жазасына кесілген дейді тағы бір дерек көзі. Кейін уақыт өте келе, сол Торғай маңындағы партизан сайынан Амангелді Имановтың мүрдесі табылады. Жылға жуық қара жердің астында жатқан мәйітті танып білу мүмкін болмай қалған екен дейді ел ақсақалдары. Әлгісінің шұқылап жүргенде сүйектерін несі жоқ, басы жоқ екен дейді. Айнала қарап жүрсе, мына екі аяқтың арасына басын шауып алып, мойының жартысы басқа кеткен, жартысы кеудесінде қалған, екі аяғының арасына көміпті. Содан шұқылап жүрген, соң төбесінде алақандай шаш қалыпты, сосын шалбардың ау қалыпты, қанменен. Мына жерден тіккен тігістің тігісі қалыпты, қанмен қатып. Соны әйелінен сұрайды, сенен арылғанда күйеуің не, қандай киімі бар еді дегенде, қара шеріс костюм шалбары бар еді. Оның ақтан жолағы бар еді, ақ сисадан жейдесі дамбалы бар еді, қызылдан жолағы бар еді деп. Сол жағадан жаңағы жейденің белгісі шығыпты да, шалбардың ауын сөккенде жаңа айтқаны болыпты. Содан соны танып қойыпты. Мәйітті тапқаннан кейін ең бірінші рет Торғайдың орталығына апарып жерлеген. Бүгінге дейін сол алғашқы қойылған жері Амангелді қорымы деп аталынады. Кейін келе батырдың руластары ақылдаса келе, Амангелді Имановтың денесін ата қонысына алып келіп, қара жерге тапсырады. Сейткамал деген әкеміз 37 жылы Батпақара Амангелді атауын бергеннен кейін аудан басшылары шақырып, комиссия құрып, 7 адамнан басшысы Атабекова Ыбырай мен 2 түйе арбасымен бір ат Амангелдің сүйегін өсінде әкеп жерлеуге аттаныпты. Октябрьдің аяқ кезі болу керек, жаңбырлы, ақ жаңбыр жауып, күні толастамай, содан Амангелдің сүйегін 4 күн жүріп, көптеген қиыншылық көріп, осы Амангелдіге алып кеп, осы қазіргі тұрған осы мені ескерткіштің түбіне жерлеген екен. Жамбыл Шабаев, Амангелдінің бұрынғы сарбазы, халық ақыны Омар Шейпин, тағы да басқа ақындар батырға арнап өлең поэмалар жазды. Жазушы Ғабит Мүсірепов Амангелді пьесасында халық батырының көркем бейнесін жасады. Сондай-ақ ұрпақтары да естеліктердің басын топтастырып, үлкен жинақ шығарды. Әкеміз Бақытбай Егізұлы Иманов 1914 жылы туған, 75 жылы 61 жасында қайтыс болды. Сол өзінің өмірлік профессиясы журналист болғандықтан Батыр бабамыз туралы тың деректер жинап, кітап жазумен айналысқан. Негізінде Амангелді романы 3 кітаптан тұрады. Бірінші кітабы Батырдың балалық шағы. Бұл кітапты 1968 жылы Алматыға өзі апарып, ол кездегі жазушылар одағының басқармасы болған Сауранбаев деген кісілер, Ғабит Мүсірепов, жазушы Исмагүлов деген кісілер редколлегия мүшелері болып, ол кітапты талқылап, шығарымға, басылымға бергенде бірінші кітабын, қалған 2 кітабын толықтыру керек, әлде де тың деректер жазылу керек деген мағынада кейін қайтарған. Бүгінде жазушының ұрпақтарының қолында жарыққа шықпай қалған 2 жинақтық мәлімет бар. Төте жазумен жазылынған бұл құнды жазбаларды болашақта кітап қылып шығаруда ойда бар дейді ұрпақтары. Сондай-ақ батыр есімін 13-шінде жауыр тор атанған халық ақыны Нұрхан Ахметбек те өз жырына арқау еткен еді. Нұрхан Ахметбек 1936 жылы Үрпек соғысы деген соғыс туралы поэма жазады. Онда негізі Амангелді туралы естіген білгендерін Амангелдің образы туралы жазылған. Бірінші поэма 36 жылы ол Үрпек соғысы деп аталады. Содан бұл кісіге ой келіп, жаңа өз директор болып жүргенде Амангелді Иманов туралы көрген, білген адамдардан түгел жинастырып, сол 1947 жылы әкем бәрін естеп Амангелді поэмасын шығарады. Амангелді поэмасының негізінен 3 бөлімде тұрады, әкемнің айтуы бойынша. Бірінші бөлімінде Амангелдінің 1916 жылға дейінгі таптық күрес кезі баяндалса, екінші бөлімінде ұлт-азаттық көтеріліс кезіндегі ерлігі суреттеледі. Үшінші бөлімінде
Қазан революциясына қосқан үлесі хақында жырланады. Бұл жұмыр жерде Париж баррикадасында көтерілген қызыл ту, Аврора крейсерінде көтерілген қызыл ту, одан кейін Торғай даласында Амангелді Имановтың сарбаздары көтерген қызыл туды адамзат тарихы еш уақытта ұмытпақ емес. Қиын сәтте елінің қамы үшін арпалысқа түскен есіл ерлердің есімі мәңгілік жүрегімізде. Ізгіліктің, іріліктің іздері ұрпақ жадында. Анамның қалған